Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Уақытты тиімді пайдаланып үйренгіңіз келсе, осы видеоны қарауларыңызды сұраймын. Ендеше кеттік, уақытты қалай тиімді қолдануға болады екен, және сол уақытты тиімді қолдану арқылы көптеген табыстарға, жетістіктерге жетуге болатынын көретін боламыз. Бүгін керемет техника Эйзенхауэр матрицасы негізінде қалай уақытты тиімді пайдалануға болады, соны қарастыратын боламыз. Ендеше кеттік. Эйзенхауэр матрицасы дегеніміз не? Қағазды аласыз да осылай төртке бөлесіз. Мына жерге жедел емес, жедел іс-шаралар, маңызды, маңызды емес. Көріп отырғандарыңызда Эйзенхауэр матрицасы дегеніміз осы. Ең бірінші сіздің жедел емес А блогы, Б блогы, С блогы, Д блогы. Жедел емес, бірақ маңызды іс-шараларыңыз осында болады. Мысалы, алдағы уақытта сіздің есебіңіз бар, әлі 10 күн уақытыңыз бар, 10 күн бойы күнделікті азғантай өзіңізге уақыт бөлу арқылы осы отчетыңызбен айналыссаңыз, жақсы нәтижелі 10 күннен кейін отчетыңыз дайын болады. Яғни, осындай іс-шаралар, мысал ретінде мен отчетты аламын. Сізде уақыт көп, нәтижелі, жедел емес ұяшықтағы іс-әрекеттеріңіз нәтижелі, жақсы результат көрсететін ұяшық. Енді осы отчетты сіз асықпай, әлі 10 күнім бар, жақындағанда жасаймын, қазір қолым тимейді дейсізде, жақындап қалады ғой. Енді оттан көйлек киіп, ертең отчет тапсыру керек, бүгін дайын емес, түні менен күні менен ұйықтамай, шаршап, көзіңіз ауырып, денсаулығыңыз нашарлап, сіз отчетты мына жерде жасайсыз. Яғни жедел, ертең уже все, уақыт жоқ, орындау керек, маңызды. Ертең мен отчет тапсырмасам, менің там басшылығым ұрсады. Яғни бұл жерде ұяшық нәтиже онша көрсетпейтін ұяшық. Сондықтан шаруаларыңыздың бәрін мына бөлікте бітіріп тастағандарыңыз жөн, мына бөлікке өткізбеу қажет. Осыны ұғыңыздар. Жедел емес, бірақ маңызды іс-шараларыңызды уақытысымен күнделікті уақыт бөліп отырып әрекеттенген кезде сіз нәтижеге, табысқа жетесіз. Ал егер уақытысында жасамасаңыз, істеріңіз, шаруаларыңыз, тірліктеріңіздің бәрі мына ұяшыққа өтіп кетеді. Жедел және маңызды, артқа шегінетін жол жоқ. Сізде енді тез орындап, түніменен бір күн қалғанда жасап отырсаңыз, көп қателік жіберулеріңіз мүмкін, дұрыс емес әрекеттер жасауыңыз мүмкін, және бұдан нәтиже көру өте аз болады. Нәтижеге жету осы ұяшыққа өтіп кеткен іс-әрекет арқылы жетістікке жету, табысқа жету, карьерада өсу, өмірде табысты болуға өзінің кедергісін келтіреді екен. Жедел және маңызды емес шаруалар болады адамның өмірінде. Мысалы, сіздің жұмысыңызда біреудің туған күні. Ақша жинап, дүкенге барып, торт алып, дастархан жайып, ұйымдастырып жүрген кезде сізде нәтиже көре алмауыңыз мүмкін. Осы ұяшықтағы істерді қолыңыздан келсе, шамаңыз келсе, біреуге тапсыру керек. Қолы бостау, анау айтқан карьераға ұмтылмайтын адамдарға тапсырып отырсаңыз болады. Тек қана мен бір мысал, туған күнді айтып отырмын. Сол сияқты басқа да іс-шаралар бар. Мысалы, документтерді, іс құжаттарды жасауда маңызды емес, көп уақытты алатын, маңызды емес, бірақ срочный дүниелер болып қалады, оны делегировать етіп үйренген үшін. Табысты адамдар іс-әрекеттерін басқа адамдарға тапсыру арқылы табысты болады. Көбінде мен ешкімге сенбеймін, тек мен жасауым керек, үйде де отбасында тек мен жасауым керек, мен жүруім керек, мен қадағалауым керек, менен басқа оны ешкім істей алмайды деп, маңызды іс-шаралардың бәрі қалып кетеді, көп уақыт маңызды емес іс-шаралға жұмсалып отырады. Және Д бөлігіндегі ол жедел де емес, маңызды да емес. Ол не болуы мүмкін? Ол біздің күнделікті
Инстаграмда отыру, уақыттың көбін әлеуметтік желіге жұмсау, болмайтын кино, драма көру, мағынасы жоқ кітаптарды оқу, тағысын тағы. Яғни біздің 90% уақытымызды, біздің уақыт жұтарларымыз, бізді алға қарай жетелеуде кедергі болатын іс-әрекеттер. Өзіңізге есеп беріп көріңіз, Д бөлігіндегі іс-шаралар мүлдем жаңағыдай ондай әрекеттер жасамау мүмкін емес қой, бірақ сіздің 24 сағатыңыздың 10% тек қана осы бөлікте болу керек. Яғни 24 сағаттың 10% күніге 2,5 сағат барлығын қосқан кезде Инстаграмға, киноңызға, тағысын тағы іс-әрекеттеріңізге тек қана 10% ғана жұмсау керек. Сол кезде Америка президенті Дуайт Эйзенхауэр сияқты табысты жетістікке жете алатын боласыздар. Сондықтан осы Эйзенхауэр матрицасын жақсылап, мұқияттап өзіңізге жасап алсаңыз, яғни күнделікті маңызды бірақ жедел емес, нәтиже көрсетуге болатын, жетістікке жетуге болатын іс-шараларыңызды А бөлігінде ұстап отырсаңыз, табысты адамдар іс-әрекеттерін бәрін А бөлімінде ұстайды. Жедел бірақ маңызды ұяшыққа өтіп кетсе, одан нәтижеге жету өте қиын. Басшылық, лауазымда өсу, басшылық рөлінде болу қиынға соғып отырады. Егер сіз карьералық мансапқа жеткіңіз келсе, іс-әрекеттеріңізді А бөлігінде ұстап үйреніңіз. Тапсыруға болатын басқа адамдардың уақытын сатып алуға мүмкіндігіңіз бар болатын болса, басқа адамдарға іс-шараларды тапсыра алатындай іс-әрекеттер болса, онда сіз жақсы нәтижеге жетіп отырасыз. Сонымен қоса 10% қана уақыт жұтарыңыз 10%-дан аспау керек тәулігіне. Ендеше Эйзенхауэр матрицасы сізге пайдасын келтірсе, осылай жасап үйренсеңіз, нәтижеге жетсеңіз, мен тек қана қуанамын. Осы техниканы игілігіңізге пайдалануға тілектеспін.